Бәріне сәлемдеріңіздер, бүгін сіздерге туториал көрсетем, қалай FMRP-пен жұмыс істеуге, және де бүкіл файлдар болады, ссылка описанияда болады, енді соны бүкіл скачать етіңдер, мен бастайын кеттік енді. Енді осы сіздерге көрсеткен және де басасыңдар, шығарасыңдар, және де арғалай. Мына жаққа басасыңдар, өздерінің скиндарын таңдайсыңдар, рабочий стол, аттарын жазасыңдар, несе таппасаңдар, міне мен өз скинімді қойдым, ол әдемі енді өз скинім, Енді арғалай. Сіне көріп түсіңдер мұнда плащ, енді оны алып тастайсыңдер, мынаған басып, кейп дейінге басып, арғалай. Арғалай түсіресіңдер, мынаған алып тастайсың, өткен бастау меша кететін будущем. Енді солай болып қалды бізде скиннің бәрі. Енді арғалай мынаған басасыңдар, мынаған бәрін алып тастайсыңдар. Содан кейін бүкіл скиндардың қолдарын бәрін выдавливать ете аласыңдар. Ол үшін сендер select дегенге баса, мынаған бос кубқа басасыңдар бірінші. Содан кейін select. Міне бәріне бастық біз. Осы қолдарын аламыз. Осын правый кнопка мыши басамыз. Extrude. Бұлай шығарамыз. Біреуде жетеді. Осын арғалайына кофтаны біз выдавливать етеміз деген кофта. Енді менде скинімді бар. Значит, оны бәрін істеу керек. Және арғалай, бұлай. Апа, бәрін істеп шықтық. Оны енді екі рет выдавливать етемін. Өткені мен еще на жерді мен выдавливать етемін ғой. Әдемі воротник ретінде істейтіндей. Және де, бір лет істеймін. Осы бір лет басамын, мұнда және де осы шыға қояды бізде. Әдемі. Арғалай. Енді осына шығамыз, және де басамыз. Енді мынаған басамыз. Head'ның ішінен екі экструдты аламыз, және де жылжытамыз. Мен оны ішіне алмайым, өткен ол. Маған қызықсыз оны ішіне алған. Және де бұлай басамыз. Осыны басамыз. Сосын қайттан осы бүкілін выдавливать ету керек. Выделять ету керек. Сосын выдавливание істейміз. Выдавливание істемеуге де болады, бірақ та істеу керек. Өткен ол әдемі бүкіліне қылады. Бүкілін сінеге выдавливать етіп береді. Экструд қайттан басамыз. Қайттан бір деген санды таңдаймыз. Бұлай. Мен наған басқа. Экструд наған мен басқа. Оған керек жоқ басқа. Экструд қаған басқа. Және осы бүкіл настройкаларды қарап алыңдар, және өздеріне қойып алыңдар. Менде Cinema 4D, менде 16 версия, R16 менде, R16. Екі рет бастым, мен шап басым солай всегда істеймін. Менде 16 версия, ол жақсы версия. Бірақ сінеге советую мен 19 версияны скачать етуге. Ол жақсырақ шын айтайын, сінеге өте жақсырақ. Және де соны бүкілін істейміз, бұлай. Және де осы бүкіл Cinema 4D қайда скачать етуге болады, оны бүкіл ютубта табуға болады. Кішкене ізденіңдер, табында, өздерін жазыңдар. Қазақша жазбақ қойын, қазақша өмір таппайсыңдар, көп туториал соншама жоқ. Мен ғана түсіріп атым қасы туториал. Кейбірлері түсірген шығар, бірақ мен оларды көрген жоқ. Мен сен орыстарын туториалдарын ғана қарадым. Енді Ctrl-A-ға басамыз, бүкілін выдавливать ету үшін. Өткен сендер оны әрбіреуін бұлай жүргізбейсіңдер ғой. Бұлай ағылып жүргізбейсіңдер, ол үшін сендер жей аласыңдар, Ctrl-A-ға басасыңдар. Ол алыша болады, және де аламыз, выдавливать еткенде біреуін қоямыз. Қайтта соны настройка бір лет басамыз, болды, жетеді бізге. Және де солай әкелеміз мына жерге, оны бүкілін қайтып қоямыз, және орнына әкеліп қойдық. Міне ешінен етуге керек жоқ болды. Міне бізде выдавливать етіп болдық. Енді көздерді сендер өзгерткілерін келсе, өзгерттіңдер, мен де өзгертейін. Мұнда аламыз, наған басамыз, ол үстіңгі көзін несін етеді, осай. Және де қайттан үстіңгі көзін аламыз да, осай өзгертеміз. Енді астыңғыларын енді кішкене қаралау істеу керекпіз біз оны. Затемненный дегенде, көлеңкі түсіп тұрғандай болады өткені. Өйткені бір түсті болса бір түрлі болады. Кішкене қайта істеп жүрмін мына жерде. Бізде мынандай болу керек ол. Міне осы істейміз, осы әдемі шығады. Арғалай біз аузын істейміз, көзін істеуге болай. Және де скинді істегенде сендер көздерін алып тастан, өткен ол кедергі жасайтын болады. Өткен сендер бұлай күлгендей көргенде ол бізге мешать етеді. Көрінер, мен көздерін алып тастан, бәрі әдемі. Арғалай. Енді біз бүкіл выдавливание бәрін істеп болғаннан кейін мынаған басамыз, жерге қайттан қоямыз. Мен тезірек туториалды істеп жатырмын, өткені көп адам жақсы көрмейді, көп қарауды. Мынау бізге ауызын етуге, және бұлай күлкі істейміз, аузын ашамыз, бұлай істеп қоямыз. Әдемі. Енді басты бұлай бөгесіңдер, нетесіңдер, өздерін білесіңдер. Болды. Міне, болды біздің скиніміз дайын. Енді клиентсіңдерге әдемі поза сеп шығу керек. Осындай, қолдарын бұлай қойып, бұлай істеп қойып. Қолын бұлай, басын бұлай. Және десіне уродливый поза істемендер, және уродливый істесендер,
маған латырман өте мен жын келеді сонда позаларға. Мен шын айтам. Мен өзім білем басына солай істегенімді, бірақ мен өзіме де сол кездегі жын келеді. Ол өте жаман. Өте жаман істеген. Және де осы поза істеп қоямын. Аяқтарын выдавливать етпеймін, өйткені ол кадрдың ішіне кірмейді және ол көп күш алады. Сен аяқтарын алып былай көтеріп қойсаңдар ғана кіргізуге болады, кадрға кіріп жатса. Енді ары қарай мына жерге былай позаны істеп қоямыз, әдемі істейміз былай. Және бас былай көтереміз, былай істейміз. Басын жылытуға ұмытпаймыз, өйткені ол әдемілік береді. Енді міне поза дайын тұр. Поза 1-2 минут ішінде. Иә, осылай. Выдавливание ғана уақыт кетеді, бірақ ол да көп емес. Міне осының бәрін істеп болғаннан кейін біз арғалай. Болды, енді клиент настройкаға басамыз. Сендерде жаман компьютер болса, 1280-ге 720 қоямыз. Осындай сендерде жаман компьютер болса және ұзақ рендер болып жатса, осылай қоямыз, ол тезірек болады. Осына сейфқа басамыз, мына жерге басамыз. Сосын өзіміз қай жерге сохранить ететінімізді табамыз да, сол жаққа сохранить етеміз. Міне менде позалар сиятқам өзіме 703 деп қоямыз. Әдемі сохранить етеміз. Мынаған басамыз, рендерить. Жоқ, қараның ішіне көп түсін, онан бәріне. Осы бүкіл сендер бұлай жұмыс істейсіңдер және әдемі кадрды жоғалтып аласыңдар. Ол үшін сендер мынаған бас қойып басасыңдар. Осы қарап тұрған жерлеріңізде сохранить етеді. Міне көріне камера. Және соны басасыңдар, қайтадан орнына келеді. Әдемі. Енді сол кедергі жасамайды, нетпейді. Және сол камераны айналдыру үшін сендерге мынаған басасыңдар, мына камераға басасыңдар. Мынандай айналдыратынға басасыңдар да осылай айналдырып шығуға болады. Сендер көрінер ме? Осылай. Бәрі әдемі. Міне 180 градусқа айналдырып шықты. Бұлай қайттан да болады. Міне осы әдемі шықты. Енді осыған келеміз, жақындатамыз. Осылай. Болды, осыны әдемі поза шыға қояды. Енді рендерить дегенге басамыз да. Бізде поза рендерить етеді. Енді сендер айыптың превьюдағыдай істегіңіз дейме туториал істесем, істегерлерін көрсетсем мен сондай туториал істейтіндей. Сендер айыптың превьюында істегіңізлерін келсе, сендер на видеороликта 500 лайк жинау керек. 500 лайк. Иә, көп емес. Көп ол үшін айтсақ менің каналым үшін, бірақ 500 лайк ол ешне емес сендер үшін. Өйткені сендер көпсіңдер, мен біреумін. Иә. Енді солай біз 500 лайк жинасақ, мен айыптың превьюында істеуге туториал істеп беремін. Шын ғой? Шын. Иә. Енді мен сендермен қоштасам. Лайк, подписка, коммент туралы ұмытпа. Мен сендермен қоштасам. Сау болыңдар.